Камфора спиртін пайдаланудың 10 себебі. Камфора спирті мен майы негізінен бұлшықет аурулары, артрит, сіңірмен бұлшықет тіндерінің созылуын емдеу және қан айналымын жақсарту мақсатында қолданылады. Біз ұсынатын рецепттер сізге көмекші болсын. 1. Артриттен айығуға камфора спирті көмектеседі. Саусақтарыңыз немесе аяқтарыңыз ауырса, алдымен ыстықтау суда, жақсылап булаңызда, қол аяғыңызда азырақ мөлшердегі камфора спиртімен тез арада, жылдам ысқылаңыз. Осылайша қол мен аяқтың артритін біржолата ұмытасыз. Арқа мен буын ауруы. Ауырған жеріңізге, аяқ, арқа, буындарыңызға камфораның аз мөлшерін жағып, массажды қимылмен ысқылаңыз. Емдік әсерін күшейту үшін компресс жасауға да болады. Алайда тамырыңызда варикоз болса, сіз үшін камфора қарсы көрсетілген. Артрозға қарсы жақпамай жасау үшін 50 грамм камфораны 100 грамм спиртте ертіп, үстіне 50 грамм қыша ұнтағын, горчица қосып, жақсылап араластырыңыз. 2-3 жұмыртқаның ақуызын қосып және араластырсаңыз, жақпамай дайын. Онымен тізені ысқылау керек. Бұл жақпамаймен тіпті 3 дәрежелі артрозды да жеңіп шығуға болады. 3. Бас пен тіс ауруы. Камфора әлсіздіктен естен танғанда шок жағдайынан арылту үшін таптырмас құрал. Сондай-ақ ол тіс ауруы мен бас ауруы үшін, қабыну процестерінен туындаған қышыманы емдеуде жиі қолданылады. Ұйқысыздық. Камфора спирті мен майы шаршаңқылық пен ұйқысыздықты, депрессиялық және стресстік жағдайларды жеңу үшін, орталық жүйке жүйесін нығайту және оның жұмысын жақсарту үшін қолданылады. Камфора спиртінің 2 тамшысын 1 қасық балға қосыңыз. Немесе 1 ас қасық бал, 1 стакан су, және 2-3 тамшы камфора спиртінен тұратын қоспа әзірлеңіз. Егер балға аллергияңыз болса, оны кез келген басқа сұйықтықпен алмастыруға болады. Камфора спиртін ішке қабылдаудан, ішуден қорықпай, ақ қойсаңыз болады. Өйткені ол улы емес. Камфора спирті мен камфора майы аллергия тудырмайды. Ол Қытайда өсетін камфора еменінен жасалады. Жөтел. Камфора спиртімен ингаляция жасау өкпеге су жиналуы, жөтел сияқты аурулар кезінде жақсы көмектеседі. Егер кішкентай баланың қызуы көтеріліп тұрса, немесе өкпе қабынуы болса, камфорамен кеудесі мен арқасын ысқылаудан артық тәсіл жоқ. 6. Алкогольге қарсы. Камфора спирті алкоголизмге қарсы керемет құрал. Егер адам қатты мас болып, өзін нашар сезінсе, 1 стакан суға 10-15 тамшы камфора спиртін құйып, сусын ретінде берген дұрыс. Жағдайы біршама жақсарып қалады. 7. Суық тию. Тамақ ауруы, жөтел, тіпті бронхитті емдеуде камфора керемет көмекші. Емдеу тәсілі де қарапайым, ингаляция жасау. Ылғалдандыратын қасиеттерінің арқасында жөтел жеңілдеп, мұрынмен тыныс алу жақсарады. Сондай-ақ денені ысқылау үшін қой немесе ешкі майы және 1 шай қасық камфора спирті керек болады. Ұйықтар алдында кеуде, арқа, аяқ және мойын аймағына жағып жатыңыз, әсерін көп өтпей ау байқайтын боласыз. 8. Отит. Ортаңғы құлақтың қабынуын емдеу үшін компресс тиімді. Бірақ камфораны таза түрінде спиртпен қолданса күйдіруі мүмкін. 1. Қатынасында сумен сұйылтылған тұнбаны қолдану керек. Дәкені сұйықтыққа малып, ауырған құлақ аумағына қойыңыз. Сыртынан целлофанмен жауып, оның сыртынан кез келген матамен орауға болады. Бұл процедураны ең ұзақ дегенде 2 сағаттан асырмаған дұрыс. Дерматологиялық аурулар. Тері ауруларының көпшілігі қышу және тітіркенумен қатар жүреді. Бұл жағымсыз белгілерді жоюдың ең оңай жолы, зардап шеккен аймақтарды камформен майлау. Әсіресе экзема жағдайында тиімді құрал. 10. Бөртпе. Тек жас өспірімдерде ғана емес, терінің ерекшеліктеріне қарай ересектерге де бөртпе болуы таныс жағдай. Безеуді кетіріп, бетіңізді тазарту үшін 5 таблетка стрептоцит, 2 таблетка левомицетин, 10 мл. Салицил және 50 мл. Камфора спиртінен жасалған қоспа көмектеседі. Сондай-ақ күнделікті қолданатын қарапайым лосьон, бетті тазартуға арналған көбік. Құралдарыңызға камфораның бірнеше тамшысын араластырып қоюға болады. Камфора спирті беттегі пигменттік дақты жою, тері тесіктерін тарылту, майлы жылтырды жою үшін де қолданылады. Құрамында камфорасы бар сабын да бөртпемен күресуде нәтижелі деуге болады. Оның құрамында түймедақ, лимон қышқылы және пероксид бар. Камфорный спирті жайлы толық мәлімет бердім деген ойдамын.
Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды.